тексеріңіздер. Бұл жерде Хазіретті Айша радиаллаху анху некелескен кездегі жасы тек сахих хадистермен айтып беріңізші дедім да. Суннит әлемі бойынша ең сенімді кітап Бухари мен Муслим. Бұлар кутуби ситта ең мықты сахих хадистерде. Сол жерде ең көп әрі ең мықты анық болатын сахих Бухари мен сахих Муслим деген кітаптарда келетін хадис бұл. Хазірет Айша өзі риуаят етеді, өзінің аузынан келеді. Расулаллаху саллаллаху алейхи вассалам маған 6 жасымда неке қиды, 9 жасымда менімен зифафқа жақындасуға кірді. Зифаф деген арабшада жыныстық қатынас. Қасында 9 жыл тұрдым. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғанда 18 жаста еді. Енді бұл қай хадистерде келеді? Бухари 51-33, Бухари 51-34, Муслим 14-22, бірнеше вариант. Бұл хадистер мутаватир дәрежесінде, яғни ең жоғарғы сенімділікте. Біліп алыңыздар. Басқа сахих кітаптардағы риуаяттар, басқа шыншыл кітаптардағы риуаяттар. Бухариде, Муслимде, Абу Дауидте, Сунан Насаиде, Тирмизиде, Ибн Маджа. Бұлар мынау 6 тұрған сахих хадисші ең мықты ислам дінінің негізін қалаған. Құран қайдан келеді, намаз қайдан келеді? Намазда, мысалға, Құран намаз оқу жайында вообще Құранда жоқ. Мынаны осы хадистерден алады. Егер мына хадистерді өтірік десеңдер, сендердің намаздарың да, діндерің жартысы да өтірік болады. Енді барлық риуаятта дейді, неке 6 немесе 7 жас дейді. Зифаф, жақындасу 9 жас. Кейбір риуаяттарда 7 жасымда неке қиылды делінген. Бухариде, Насаида ғалымдар мұны шамамен 6-7 жас деп түсіндіреді. Жас 6. Қысқа кесте ретінде тек сахих хадистерден дерек көздер. Бухариде 6 жас, 7 жас. Зифаф. Яғни, мынау жыныстық қатынасқа түскен жазы. Мұхаммед пайғамбар 54 жасында, мына қыз 9 жасында, Айша деген қыз. Міне, өзі Хазіретті Айшаның айтқан деректері мынау. Бүгінгі күні үлкен жас еді деген пікірлер. Бүгінгі күні айтып жүрген мынандай пікір бар. Ой, оның жаңағы ана жаспен салыстыр, мына жаспен салыстырды. Кейбір заманауи авторлар Асма дейді. Асма Айшаның апасы. Асма апасының жасы Бәдір соғысында қатысқан кезде тізімі сияқты есептелім Айшаның 15-19 жасында болуы мүмкін деп айтады. Бірақ бұлар әлсіз немесе жалған риуаяттарға, жалған хадистерге сүйенеді. Сахих хадистерге қайшы. Классикалық және қазіргі таңдағы хадис ғалымдары Ибн Хаджар, Науави, Альбани, Шуайб Арнаут тағы басқары ешкім толық қабылдамайды бұны. Хадис ілімінде ашық әрі көп қайталанған сахих хадис риуаят болса, тарихи болжаммен оны жоққа шығаруға болмайды. Қорытынды, барлық сахих хадистер Хазіретті Айшаның некесі 6-7 жасында қиылғанын, зифафы, жыныстық қатынасы 9 жасында болғанын айтады. Бұл сүннит әлемінде кәміл қабылданған. Алла тағала Расулының саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін дұрыс түсінуді бәрімізге нәсіп етсін дейді. Яғни бұл араб елдерінде барған болсаңыздар, көрген болсаңыздар, қазіргі таңда Иракта, Йеменде, Катарда, Санада, Саудияда мақтанып 9 жасындағы, 10 жасындағы қыздарға үйленеді. Қатып қалған бастары догмадан шықпаған осындай адамдар бар. Және бұны жасап мақтанады. Бұның барлығы мынау тұрған, мына хадистерді өздеріңіз алып тексеріңіздер. Мынау нақты дерек. Бұны ешқандайда, бұл деректі ешкімде жоққа шығара алмайды. Жоққа шығарам деген адамның маңдайынан әжемнің гәлөшімен бір-ақ ұрып шалқасынан құлатам. Мынаны жоқ деген адамның барлығы сразу кәпір болады. Мына ақпаратты жоқ деп айтқан адам. Сол үшін мұсылмандар, сондай болған екен, осындай нәрсе бар екен деп қабылдаңдар да тып-тыныш қана Айшаның жасына кетпеңдер. Ал сендер діннің тек қана жамандығын айта бересіңдер. Жаман ол Құдайдан, шын Құдайдан келетін болса, шын елші арқылы келетін болса, мынандай нәкәс тірлікті, жаман тірлікті істемес еді. Ешкім жасамас еді. Мен Құдайдан келдім деп өзінің досының қызы 3-ші класс оқиды ғой, Айша деген 9 жас деген. 3-ші класс оқитын қызды 54 жасар шал, сақалы сапсиған қойнына салып алды деген қандай ар, қандай ұят.
Ол кездің қыздары 15 жасар болған ғой, ана жақта ыстық болған ғой, тез жетіліп кеткен ғой. Қарбыз ба сендерге? Қыз деген ерте жетіліп кететін. Бір миларыңды істетіңдер да, осы жерден бұл сендер жаңа айтып отырсыңдар, пайғамбар істеген ба? Жаңа мута некесін деді. Пайғамбар мута некесін істемеген болса, пайғамбар өзінің жиен қарындасы, әрі асырап алған баласы Заидтан себеп келінін өзі қатын қылып үйленген. Оны да Құранға жазып қойған. 33 сүренің 37 аятында. Ал ол ал десеңдер, пайғамбар өзінің нағашысы, бөлесі, немере қарындасы бәрін қатын қылып ала берген. Оның барлығы Құранда анықтан анық жазып тұр. Ал енді осы дінді әкеліп, міне бізге бұны Құдай айтты, бізге Құранның ішінде бір кітап Құдайдың бар екеніне дәлел емес. Ол Құдайдың бар екеніне адамдардың өзінің ішіндегі ары, намысы, ұяты. Ұятсыздар, арсыздар, намыссыздар. Сендер не білсіңдер? 9 жасар қызды қатын қылып алыпты деп соны мақтанып, біздің пайғамбарымыз адамзаттың ұлысы деп. Кішкене адамның бетінде ұят болу керек қой. Мынау нағыз анық шын ақпарат. Міне мынаны түсіріп аңдар да, мынау номерлермен интернетке жасын. Бұхари 5134, Муслим 1422, Бұхари 3896-нан бәрін жазып шығыңдар. Бәрі мынаның шындық хадис. Ешқашан бұдан жалтарып, ешқашан қайтарамайсыңдар. Бұл 14 ғасыр бұрынғы арабтардың фантазиясы, солардың малдығы, солардың моралінің, адамгершілігінің жоқтығынан осы нәрсені жасалып отыр. Қазақ ешқашан бұндай затты жасамаған. Сол үшін дін деп айтқанда тілдеріңді тістеп бір сөйлеңдер. Сендер Мұхаммед адамзаттың асыл тәжі дейсіңдер. Мынандай асыл тәж болса, сендердің түсініктерің, сендердің намыстарың, ұяттарың қайда қалады сол кезде? Сол үшін ислам дінінің тарихы осындай таза бұрмаланбаған күйде бізге дейін жеткен сенесіз ба? Енді мынау мен сенбеймін. Менің сендердің намаз, жаңағы ораза, зекеттердің барлығы осы хадистерді, мына 6 кітаптың ішінен келеді. Егер осының бұрмаланған деген сенің күмәнің болатын болса, болды, сен намазың таста, зекетіңді, оразаң таста. Өйткені сенің Құраныңда намаз 5 уақыт еді. Мен туралы болған жоқ, сіз туралы болды. Сіз исламдың қалай басында болды, осы уақытқа дейін бұрмаланбай ақиқат жолмен келгеніне сіз сенесіз ғой? Мен неге сенемін? Мен исламға сенетін болсам, Құдайға сенбеймін ба? Сенсеңіз, оны неге бізге дәлел қылып әкелесіз? Мен соны түсінбеймін. Ойдан шығарған бәрі. Әулие қоя тұршы бір минут қоя тұршы. Сендердің сеніп жүрген заттарың абсурд. Оны түсінесіңдер ма? Сендердің сеніп жүрген заттардың адамның қазіргі 21 ғасырдың санасы, логикасы, философиясы жетілген адамға, оған ол деген мина деген соққы. Сен күнне туа салып, мысалға да 9 жасынан 10 жасынан медресе күнде Құдай бар, басқа ол альтернатива, басқа нәрсе көрмейді. Соның ішіне өтеді. Мысалға Фатима келіп 39 жасында келіп есін жиып отырған жоқ қой. Бұған дейін оған ешкім басқа альтернатива ақпарат болған жоқ. Неге? Олар өздерінің ақпаратынан шығармайды. Ал мен мысалға 23 жыл намаз оқып, ораза ұстап, неге тастап кеттім? Сол Құранның ішін қазақша ашып көрдім да. Қой, мынау дегенің біздің адамгершілікке сыймайды ғой, сыймайды ғой. Мен мына одан кейін барам да айтам, мына хадистердің бәрін ақтарып шығам. Құранның вдоль да поперек 4 рет оқып шығам. Сосын кейін ислам тарихын оқып шығам. Ислам келгенге дейінгі арабтардың жаңағы пұтперестік кезіндегі, пұтқа табынатын кездегі тарихын оқып шығам. Нестыковкаларды тексерем, салыстырам. Сосын кейін айтам, мынау жердегі сенетін зат жоқ екен. Мынау деген арабтардың өздерінің 16 жаңағы осыдан 1400 жыл бұрынғы сол дамымаған, жетілмеген қоғамның тілімен айтылған, әйтеуір жеткізілген бір ақпарат екен. Сол қоғамды реттеу үшін, сол қоғамның азғындығын тоқтату үшін. Ал сол кезде Мұхаммедке замандастары ПДФ деп айтқан жоқ ешқайсысы. Неге? Өйткені соның Мұхаммедтің қарсыласы болып тұрған Абу Лахаб, көкесі Абу Лахаб та, анау кім жаңағы қасында тағы басқа кәпірлер де барлығы, олар сондай 6 жас, 9 жас, 10 жаста қызды ала берді. Ол қоғамда норма еді. Біз дамыған заманда олар. Просто бір сұрақ бола ма? Айта қойыңыз. Адамзатты азғындықтан не тоқтатуы мүмкін? Қарашы, Құдай жоқ, сіз ана
тозақпен қорқыта береді, манипуляция дейсіздер ғой. Адамзатты азғындықтан, жалпы адамзат емес, бір адамды азғындықтан не тоқтатуы мүмкін? Қазақтың дүниетанымы. Енді мынандай, қазақтың дүниетанымы дегенде сені азғындықтан тоқтататын саған әкең мен шешең берген тәрбиесі. Жетім болсаң, сенің қоғамның, сенің айналаңдағы достарыңның солардан алған тәрбие. Солар жаугершілік заманда тұрсаң, сенде солар сияқты бау кеспе боласың. А егер дұрыс дамыған, дұрыс қоғамда тұрсаң, сенде жұртқа қиянат жасамайсың. Саған кім не үйретеді? Қазақ жалпы былай үйретеді. Баласына обал болады, жаман болады, ұят болады. Осы үш нәрсеменен қазақ баласын тәрбие болады. Жаным дейді. Малым жанымның садағасы. Менің мал мүлкім жанымның садағасы. Жаным үшін қиып жерем дейді. Ал жаным дейді, арымның садағасы дейді. Мен бірнесін өтірік айтып, бірдеңені істей алмай қалып, бірдеңені басқа нәрсе жасағанша дейді, қазақтар ешқашан өтірік айтпаған. Ал сынау орта таяу шығыстың халықтарының барлығы шылқи өтірікші. 90%. Мен сіздерге айтайын. 100% демей ақ, 90%. Ысқыр өтірік айтып береді. Иә дейді. Діннің өзінде рұқсат береді. Саған 3 жерде өтірік айт дейді. Қатынды бірлестіруде, соғыс болмағанда, анағанда, мынаған. Қазақтар ешқашан айтады. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Айтып өлем мен дейді. Ал қазақтың қоғамы ұят болады, жаман болады, үйінен тәрбиелеп, дұрыстап, әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деп, сол тәрбиесін өзінің отбасынан бастап беріп отыр. Қазақтың моралында, қазақтың тәрбиесінде, ұлттық болмысында қалыптастыратын бір-ақ нәрсе бар. Ол қазақтың тілі мен салт дәстүрі. Анау айдаладағы арабтың құдайы бізге ештеңе бермейді. Арабтың құдайы бізге не береді? Арабтың құдайы бізге араб шовинизміне, араб ұлтшылдығына, араб идеологиясына қызмет етуге береді. Екі қазақ айдалада бір-бірін көріп, өздері түсінбейтін ассалам алейкум дейді. Ассалам алейкум дегенді Кемел, сен мұсылмансың ғой, соның мағынасы не? Соны айтшы маған, білетін болсаң. Жоқ, айтшы, осы сөздің мағынасын айтшы. Тыныштығы болсын дейді ол. Кімнің? Алланың саған тыныштығы болсын дейді. Енді ассаламу алейкум ішінде Иллах, Аллах деген сөз бар ма? Жоқ. Ассаламу алейкум деген еврейдің шалом алейхим, сізге бейбітшілік тілеймін деген сөзінен кеткен. А егер сен оған ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату қыдырәлі қарақату бірдеңеті фатимати қайраты деп қосып жіберсең, сол кезде саған қайраның жаңағы кімнің Алланың берекеті, сәлеметі бірдеңелері болсын дейді. Бірақ ассаламу алейкум деген сөздің ішінде Алла деген сөз жоқ. Сізге бейбітшілік тілеймін дейді. Екі шөлде бір-бірін көрген екі бәдәуи бір-бірін өлтіріп кетпес үшін ұзақтан, болды брат, мен саған тиіспеймін, сізге бейбітшілік тілеймін, болды деп айналып өтеді бір-бірінен. Ал қазақтар не істейді көрген жерде? Амансың ба, есенсің ба, армысың, мал жан аман ба, ауыл ел, кемпір шағал, бала шаға бәрі тыныш пе деп бауырымдап келіп таныс кісімен елің қай жереді, жерің не еді деген қазақтың дүниетанымы тұнып тұрған мораль, тұнып тұрған тәрбие, тұнып тұрған адами қылық, мінез, құлық. Ал анау сен айдаладағы арабтардан бір Мұхаммед деген біреу үңгірге кіріп шығып, мен періштемен сөйлестім, оказывается періштені Құдай жіберіпті. Оған дейін айтып жүрген бүкіл аңыздарыңда жүр ғой, Мұса пайғамбар прямой барып Құдаймен сөйлесіп келді. Сенбейсіз ғой, иә? Иса барып прямой барып Құдаймен сөйлесіп келді. Солар сияқты неге айтпайды? Бұл барып, ойбай, маған Алла елші жіберіпті, ол елші мені елші деп айтты дейді. Сол жерде сіз Құдайға сенбейсіз ғой, жалпы? Ол сіздердің мынау авраамдық діндер, христиан діні, яхуди діні, иудаизм, ислам діні, олардың барлығы таяу шығыстағы авраамдық, яғни еврей және соның айналасындағылардың аңыз ертегісі. Біздің ертөстік, жаңағы Қоланды батыр, Алпамыс батыр, одан кейін жаңағы Шалқұйрық деген анау ертегілеріміз бар ғой, Алтын Сақа ертегілер кітабында жазылған. Тура сондай ертегілер. Оны олар Құдайдан келді, бұл ұлық дүние, бұны бұзбаңыздар деп қасында отырған халықтардың миын жегізіп, миына суша қағып, аққызып, кіргізіп қойған. Дәл осы нәрсе. Ертегі оның барлығы. Ешқандай дәлел жоқ. Қаны бір кітап өзіне дәлел боламайды. Мысалға, мен Гарри Поттер бар екен деп айтам. Гарри Поттердің барына қандай дәлелсі? Мына Гарри Поттердің барына кітабы дәлел десем. Кішкене логика қоссаңдаршы. Құдай бар болса, бір жаратушы бар болса, бар шығар. Ол деген сенің
анау мына жақта Сіз жүрген бар деп түсінбейсіз ғой, иә? Хасан мен Мұхаммедтің дәрет алғанда көтінің точкасында бір нүктесіне су тимей қапты, содан бұның жаңа дәреті қабыл болмайды, намазы қабыл болмайды деп, анау 7 қабат аспанда отырып, төменге қарай бүйтіп телескоппен қарап отыратын Құдай емес ол. Сіз Құдай жалпы егер Құдайдың барлығын жаратқан болса, сенесіз бе? болды. Басқа жақта айтып кете бересіз? Жоқ, жоқ. Айна. Сенбейсіз, иә? Мен Құдай, мен үшін, сен мен деген бар, мен саған қазақ халқын айтып жатырмын. Ал менің жеке басыма келетін болса, мен ешқандай Құдайдың бар екеніне, ешқандай тылсым күштің несіне сенбеймін. Менің жеке басымда. Ал ол деген, мысалға қазіргі таңда жын дейді, шайтан дейді, анау дейді, мынау дейді, оның барлығын психологиялық түрде, ғылыми түрде түсіндірмесі бар. Баяғыда айтатын, міне найзағай Құдай бар дейді. Найзағайдың не екенін. Сабыр сақтай тұра аласыз ба? Фатима ханым, сіз Құдайдың бар екеніне сенесіз ба? Сенемін Құдайдың бар екеніне, иә. Жаратушының бар екеніне сенесіз, иә? Иә, жаратушы бар, тәңір бар. Енді Жоқ, неге сіздің нелеріңізде, аудиторияларыңызда неге Құдай жоқ дейтіндер де жүреді? Негізі екеуіңіздің принциптарыңыз екі түрлі ғой. иә, мен қабылдаймын, Құдай жоқ десе де, бар десе де, екеу десе де, үшеу десе. Мен үшін ең басты ұғым, түсінік ол адам. Адамды мен барлық нәрседен жоғары қоямын, биік қоямын. Мына жерде жаңағы Құдайға шүкір деген жігіт, Фатима бірдеңе шідеңе. Егер сен Құдайға шүкір адамды сыйлайтын болсаң, мен әйел басыма маған жекеме олай жазбайтын. Мына жерде жазып жатқандардың барлығы комментарияда да ер адамдар, әйел маған, бұл дәлелі жаңа исламның әйелдің төмен екені. Өйткені Эфирде отырғанда ана экран комментарийді өшіріп тастайын, маған көрінбейді комментарий. Жоқ, Кемел, Енді қазір бір минут, мына жерде ше, Кемел, мен мысалға атеистпін да, едіге отыр да, ол тәңірші болуы мүмкін. МТМ отыр, ол деист немесе агностик болу үшін отыр да, біздің сен де қазақсың, мен де қазақпын, қысық көз табақ бет чуркамыз бәріміз. Сөздің ашығын айтқанда да, енді біздің не керек бізге? Бізге қазақтың болмысы керек. Мен мысалға бір Құдай жоқ екен деп, мен сені бөліп тастамаймын ғой. Сен де менің бір қазағымның бауырысың. Әр қазағым жалғызым дегендей мысалға айтады ғой. Енді бірақ мынандай мәселе. Егер қазақтың ұлтына, қазақтың тіліне, халқына қызмет ететін Құдай болатын болса, бір жаратушы болатын болса, маған десең балшықтан, тақтайдан, тастан жасап ал. Бірақ ол қазақ идеологиясына, қазақ халқына, салтына, дәстүріне қарсы шықпасын. Домбыра харам, келінге сәлем салу харам, аруаққа жеті шелпек пісіру харам, иіс шығару харам. Аруақ деген жоқ, ал аруақ деген сандырақ, аруақ деген көмектесе алмайды. Кешегі сенің өтіп кеткен бабаларың, олардың дым саған аруағы пайда бермейді. Ана және сенің мына келін түскенде отқа май құю ширк деген айтатын болсаң, езуіңді жыртып, анау тізгінменен құлағың артына қарай керіп байлап қою керек. Солар басқа елдің, басқа жердің салтын, дәстүрін келіп біздің арамызға уағыздаушылар. Ол өздерінің, арабтардың өздерінің мәселесі бар, өздерін айта береді. Өздері неше түрлі Құдай жасаған. Ал сен, мысалға сен Құранның ішін ашып көрсең, Құранның ішінде Аллахтың 3 қызы бар. Лат менна туза, Нәжім сүресі 53 сүренің 19, 20, 21 аятында тайға таңба басқанда білесің. Ал дәл осы оқиғаның сәбәбі, нүзулін, көктен түскен, не үшін түскенін қарайтын болсаң, Меккеде тұрғанда Мұхаммедке жанындағы тұрғандар мушриктер айтады: Мұхаммед, сен де айтып бір Құдайға сенесің, біздің Құдайымызға сенесіз айтса, лат менна туза, бұлар үлкен мықты аққулар дегенде аятты айтады да сәжде қылады. Бұл сәжде аяты, саху сәждесі. Сөйтіп сәждесін жасаған кезде, содан кейін 6 айдан кейін Меккеден қуып жібереді Мұхаммед. Сонда бұл Мәдинаға барған кезде тағы да Хаж сүресінің 42 аятында мынандай деген келеді: Мұхаммед, біз сенің аузыңа анау лат менна туза дегенді Алла тағала айтқан жоқ дейді. Оны аузына Мұхаммед, сенің аузыңа оны шайтан салып кетті дейді. Құранның ішінде шайтан аяты бар. Бұл оқиға Ғараник оқиғасы деп аталады. Осыны іздестіріңдер. Құранның ішінде шайтанның сөзі де келтіреді, ол аят емес. Шайтанның мысалға уақи деген не? Уақи деген Алладан түскен бұйрық пен өсиеттер. Содан жазылған. Ал оның ішінде шайтаннан түскен бұйрық пен өсиет те бар. Құранның ішінде. Мен сендерге дәлелімен, фактпен қойып келіп отырмын ғой. Мынандай сендердің мынандай Құдай деп жүргендерің, сендердің Құдай деп жүргендерің, ол пұт. Кәдімгі Эллах деген ұлы Құдай деген сөз.
Ал ол ұлы құдай деп жүрген кімге табынады? Ұлы құдай деген негізі вообще-то арабтарда хубал. Сол қара тастағы отыр ғой. Қазір де барып, бір логика құрыңдаршы, сендер пұтқа табынасыңдар, мұсылмандар. Қара тасқа барасыңдар Меккеге, ортаға қойып қойған Хаджарул Асвадты кибле дейді, құбла дейді. Жаңағы қағба деген төрт бұрышты ғимарат. Кибле деген сол төрт бұрышты ғимараттың тұсында тұрған жатыр, әйелдің жатыры, әйелдің күн тимесі, соның ішіне үш штук қара тас салып қойып, соны сүйесіңдер. Тасты сүйесіңдер бар. Еще пұтқа табынбаймыз дейсіңдер. Содан кейін шығасыңдардағы дәу бір тасты көріп алып. Жоқ, сол тасқа маған осы тас жар бола гөр деп сүйе ма, қалай сүйеді? Сыйына ма сол тасқа? Енді соны барып аймалап, жалап атады ғой, әйтеуір оны не сұрайтын Енді сол чертке пұтқа табынады деп отырсыз. Енді тасты сүйген, кімді сүйген? Құдайды сүйгені ма, сол тасты сүйген? Әлде Мұхаммедті сүйгені ма? Жоқ, енді сізге ол сүйгені сізге оларға табынатындығының соны құдай дейтіндігіне дәлел. Не үшін сүйесіңдер, соны айтшы маған. Қара тасты не үшін сүйесің? Өйткені ол сүннет, сол үшін істейді. Вот көрдің бе? Сүннет, сенің келініңді алу да сүннет қой. Сенің бар 9 жасар қызды алу да сүннет қой саған. Саған сүннет тамның үстіне 2 кірпішті қойып алып, ана мен Абу Лахабтың үйіне қарап отырып тышу да сүннет. Туалетке барғанда 3 таспен сүрту керексің сен. Дөтеніңді сумен емес. Ол да сүннет. Сүннет деп соның бәрі жасай бересіңдер ма? Сіз деген андай, мен сізді басқа дін дамуға кедергі 666 Ақылтайдың нелерінде көргенмін, шамалы солардың ішінде жамырамай нелердің арасында шамалы білімділеу, көз ашық, кітаппен сөйлейтін боласыз, мен сізге до конца бөлмей тыңдап отырмын да. Енді сол жерде, сол кездегі хадистердің қазіргі күшін жойған хадистер дегенде бар ғой, дұрыс па? Сахих деген хадистің сен күшін жойдырамайсың. Сен мутаватир дейсің, хасан дейсің, даиф дейсің, әлсіз дейсің. Мынаның алып келушісі өтірікші, анау түйесін алдап шөп беріп, анау мынау деген өтірікшілер бар. Ал сен именно мынау сахих хадисті өтірікке шығаратын болсаң, бейнамаз қаласың. Пайғамбардың кезінде, бір намаз басталатын кезде пайғамбардың сөз бар. Кім түйенің етін жеген болса, барып намазда дәреттерін жаңартып келсін дейді. Бірақ ол қош ешектің етінде жеп жүр ғой пайғамбар. Ешектің етінде жеп жүр ғой пайғамбар. Сен түйенің етін ғана дейсің. Енді мынаны қара, сен айтасың да, мен жаңа айтып отқан Қағбаға барасыңдар, сол қара тас сүйесіңдер да айналдырып. Дұрыс нәрсені айтылып жатса, сөйлеткізбей тоқтатып тастаса, мен әлі айтып болған жоқпын ғой. Мен ойымды бітіріп тастаймын, мен саған айтып отқан жаңа жерде. Қағбаны барасыңдар, қара тасты сүйесіңдер. Не үшін сүйесіңдер? Маған ақирет күнінде Алла тағаланың алдында осы қара тасты келіп, 5-ші менің мұсылмандықтың міндеті, парызы, осы қажылығымды жасап кеттім. Қара тасты именно Меккеге апарып қойған, оны кезінде анау Абу Тахрир деген карматилер ұрлап кетіп, мына оңбаған меккеліктер 928 жылы ұрлап кетіп, Меккеден мына оңбаған меккеліктер қара тасқа табынып жатыр деп барып үстіне сиіп түсіп, 30 жыл бойынша Абу Тахрир деген кармати, бахрейндік араб, соның үстіне куәлет тұрған. Меккеге барып сүймей кеткен адамдар да бар ғой, сүйе алмай кеткен адамдар да бар. Мен сүйе алмай кеттім. Сүйе алмай кеткенде вопрос ол емес. Мына қара, жұрттар кезінде туалет қылған тасты барып сүйіп аймалайды да. Сендер оны білмейсіңдер. Білмегеннен кейін мен айтып отырмын. Енді мынау қара, сол жерде бір үлкен тас тұр. Дәу тас тұр да. Соны қолына 5-6 кішкентай тас жиып алады да, пытырлатып анаған лақтырып жатады. Не істеп жатсың сен? Шайтанды тастап жатырмын. Қалай қалайсың? Шайтанды атқылап жатырмын. Енді не қылады? Анау дәу тас шайтан, сен қолыңдағы кішкентай тас. Не болды? Тас қорғанда шайтан өлематсың. Бұл бізге мысалы шайтан. Біз соны үстіп тасты таспен ұрып. Ептаймайттың баласы-ау. Арабтың жерінде құм мен тастан басқа ештеңе жоқ. Біреуіңді тасқа сүйдіреді, біреуіңді тасқа ұрғызады. Сөйтеді дағы. Ойбай, құдайға құлшылық қылып жатырмыз. Ойбай, тасты сүйіп жатырмыз. Тастан басқа, құмнан басқа түк жоқ ол жерде. Ол тастың біреудің туалеті болған, ол тастың біреу ана жатқан. Кешінде 1954 жылы тұрған сурет. Кішкентай бір тас ортада. Кішкентай тас. Сол шайтан тастай екен, қазір ол үшеу болып кеткен. Дәу болып кеткен. Сөйлеткізбейсіздер да. Мен Фатима ханымға бағана бір сұрақ қойып, сонымен шығамын деген, оны мүмкіндік берген жоқ. Сізге бір сұрақ қояйын, Қайрат мырза, микрофон өшіре тұрыңызшы, мен сұрағымды до конца қойып алайын. Бір адам бар да, бір адам болды дүниеде. Бір адам болды, бір адам болды. Оның қолында барлығы бар, байлық та бар, власть та бар, не де бар. Ол өзінің қалауынша менің өзім не нәрсені істегім келеді, соны істеді.
Біреуді зорлағысы келді ма зорлады, біреуді ұрғысы келді ма ұрды. Сөйтті де ол адам дүниеден өтіп кетті. Оған заң не ештеңе әсер етпейді. Енді ол адамды жазасыз өтіп кетті ғой, мысалы істеген істері үшін. Сол күйі істеп кеткен күйі жабылып қала ма? Сұрағыңыз бітті ма? Иә. Кім? Фатима, анау Сикер қазақ деген тұр ғой мына жерде ше анау. Сол кісіге модер беріп қойыңызшы. Ол кісі осы запистерді ютубқа шығарады. Мына жерде тек қана біз емес, мына жерде отырған 800 адам емес, ютубқа шығарған кезде осы Сикер қазақ деген кесіп осыларды салады. Сикер қазақ жаза қойшы. Енді мынандай Запрос Сикер қазақ. әділетте жаңағы көкте де жоқ, жерде де жоқ дейді ғой. Көкте де әділет, көкте де жоқ, жерде де жоқ. Сен өзің әділ болсаң айналаңа саған әділ болады. Ал егер сені келіп, Шыңғысхан келіп, Сталин келіп, Голошекин келіп, Гитлер келіп, қырып, кесіп, жаулап кететін болса, сен оған түк те істей алмайсың. Өйткені олардың қолында күш те бар, билік те бар, барлығы бар да. Сен ол жерде әділеттікті кедейлер қолында күш болғаннан кейін, әлсіз болғаннан кейін, Құдаймен ертең Құдайдың алдына барғанда сөйлесеміз дейді. Құдайдың алдына бара ма, бармай ма, Құдай сенің әділеттігін сынай ма? Сіздердің ойларыңызша Құдайдың орасы ол жері беймәлім. Менің түсінігімде әділеттісің ба осы жақта. Осы жерде біз осы дамыған заманда административдік кодекс, қылмыстық кодекс, адами кодекс деген сияқты кодекстерді, конституцияны жазып, ата заңымызды жазып, егер саған біреу әділетсіздік жасаған болса, кемел, сол административный болса административный, криминальный болса жаңағы сол кодекспен барып, арызданып, сонымен жазып, сол жерден әділеттік аласыз. Болды, басқа ешқандай. Ал егер ол кісі бай болып, байдың көті диірмен тартады дейді. Сөз қазақта сондай сөз бар. Мықты болатын болса, сол адам бәрібір өзінің дегенін жасап кетеді. Заңды да, басқаны да өзіне қарай бұрып. Сол үшін әділеттілік те, әділетсіздік те бәрі осы жақта, арғы бетте, арғы дүниеде ешқандай Құдай саған, Кемел, білесің ба сен ана ешекте отырған кезде мына бала сені теуіп құлатып кеткен еді, міне сенің әділеттілігіңе алып бердім деп, ешкім сені әділеттілікті алып бермейді. Хорошо. Сіз соны нормальный нәрсе деп санайсыз ба? Мысалы, бір адам білген істеп дүниеден өтіп кетті, арғы бетте жауабы жоқ, солай өмірден өтіп кетті. Оны ешкім жазалаған да жоқ. Бұл өмірдің шындығы. Бұл өмірдің шындығы. Сіз соны нормальный деп санайсыз, иә? Енді бұл өмірдің шындығы. Хорошо. Ешқайда ештеңе істей алмайсың. Фатима ханым, маған осындай не бергеніңізге үлкен рахмет. Мен сізге соңғы сұрағымды қояйын, иә? Шамалы, енді менде осындай негер информация жандай айтып отыр ғой, сендер бір жақта ғана ұстанасыңдар, жан жақты ашылмайсыңдар. Сондықтан мен мына дін дамуға кедергі 666, сосын жаңағы IQ дейді жаңағы, сосын жаңағы ақылтай дейді, соның барлығында осы бір не жүреді, бір әскері, бір топ, белгілі бір топ. Сізге мен бір сұрақ қойсам бола ма? Соңғы сұрағым. Енді осы кісілер, осы топ бізді адасқан деп ойлайды ғой. Кімді? Екеуміз ба, сені ма? Мен екеуміз біз емес, сені, иә? Сені, иә. Мені адасқан деп ойлайды бұл кісілер, иә, осы топ. Мен өзіндігім түсінігімде бұл кісілерді адасқан деп ойлауыма маған бола ма? Сен қаласаң ойла, қаламасаң ойлама. Ол сенің ойың, сенің пікірің, сенің шешімің, ол саған тиесілі. Дұрыс айтады. Жердегі 749 адам кімді мені адасты дейсіздер ма, адаспады дейсіздер ма, мен бірақ өзіме комфортна да, осы өмірім қазіргі таңдап алған. Маған комфортна ма, ол маған. Сіздер адасты, адаспады десеңіздер де маған мынандай дейді ғой, ештеңе емес. Кәпір дейсіздер ма, басқа. Сол кемел адам, өз хақың бар, не деп ойласаң да. Мен бұларды да адасқан деп ойлауға болады ғой, иә? Болады, иә. Ойлай бер, ешқандай кедергі жоқ. Мынандай нәрсе бар да, бұл жерде сен анау арабтың арасында туған жоқсың, барып негрдің арасында туған жоқсың, немесе қысық көз Қытайдың арасында туған жоқсың. Сен қазақтың арасында тудың. Сен тек қана бізге керексің. Әлемде білмеймін, 7-8 жыл шетелдерде тұрдым, көрдім. Мен тек қана қазаққа керек екенін түсіндім. Мен әкеме, шешеме керекпін, туған жерімдегі бірге
кіндік қаным тамған жердегі достарыма, ағайын туысыма керекпін, басқа ешкімге керек емеспін. Сен қалай ойлайсың, не ойлайсың, мен адасқанмын ба, сен адасқан өзің. Бірақ мына шындықты ұмытпа. Мен көзіммен көріп, ақылыммен түсініп отырмын Құранның ішінде. Сендер Құранның қазақшасын оқымайсыңдар. Еще міндетті түрде сендерге бүйтіп езіп, шайнап, миларың ішіне салып беру керек. Миларыңды дүмше молдаға, арендаға беріп қойғансыңдар. Алыңдар миларыңды. Қазақтың жастарысыңдар ғой, бәрің үйінде болмайғанда қолыңда телефон тұр. Құран KZ-ге жазда, осы Қайрат не айтып жатыр екен? Осы Мұхаммед пайғамбар шынымен өз келінің қатынғы еткен ме екен? 33-ші сүре 37-ші аятта жазып тұр. 33-ші сүре 50-ші аятта жазып тұр. Мұхаммед, сен немере қарындасың да, бөлеңді де, нағашыңды да, женді бәрін сен қатын қыла берді. Ол қандай Құдай? Өзінің несіне бүкіл туыстарын бәрін қатын қылса, мен бірінші дәрежеден туыстарымды қатын етіп алмаймын ғой. Біз қазақпыз ғой. бір сарынды нені айта берген әрине жараса. Сіз Қайрат мырза, сіз сен соны оқыдың ба? Сен соны оқыған дұрыс деп айтасың ба? Соны айтшы ма? Тоқ етерін айтшы. Келін алған дұрыс па, дұрыс емес па? Мен оған мүлдем келіспеймін. Яғни сен Мұхаммедке қарсысың, дұрыс па? Жоқ, Мұхаммедке қарсы емеспін. Сіз бір нәрсеге онда келісесің, дұрыс па? Мен сізге мысалға сіз исламдан жоққа шығарушы. Жоқ, сен мынандайсың да, сен екі жақта да отырайшы дейсің да, мен қазақта болайын, еще арапта болайын дейсің. Мен арап болайын деп айтып екеменің басын ұстаған суға кетті. Или арап бол, шариғатпен, Құранның жолымен жүр да, мен арап или болайын қазақ деген жоқпын. Ол сіздің сөзіңіз, дұрыс па? Құранда солай жазып тұр ғой. Мен саған оқып тұрмын ғой. Или аш сен оқы Құранды қазір осы жерде. Мен алдым. Қайрат мырза, мен сізді былай айтсам бола ма? Ислам дініне қарсы шығарып, Қайрат мырза қазақтардың арасына іріткі салып жүр деген өзімнің выводымды солай айтсам, сіз соған келіспейсіз ғой, дұрыс па? Сондықтан сіз мен келсем, дәл осыған келсем. Кемел, мен осыған келсем. Мен қазақтың ортасынан ислам дінін қуып шығам. Ислам дінін қазақтың ортасынан Құранмен қуып шығам. Қазақта сөз бар, сексеуілді көріп қана сындырасың, оны балтамен сындырмайсың. Ал ислам дінін қазақтың арасынан шығару үшін, айналайын қазақтар, осы ислам дінінің басты конституциясы, басты қағидасы, басты кітабы Құранды оқыңдар. Сосын кейін Құранды оқығаннан кейін келіңдер, айтыңдар, Қайреке, мен кітапты оқыдым. Мына хадис, мына аят былай екен. Сіз өзіңіз алып бармайсыз бір мықты ғалымға Қазақстанда? Кім? Отырмыз ғой эфирде, келсеңдерші. Неге сіз бармайсыз? Келсін, менмін деген ертіп келіңдер, молдаларың айтыңдар. Айтса, мен телефон маған жазыл, мен телефонды айт, мен барам алдына. Мен мына молда дейді, менің бірақ условиям бар. Мен эфирге онлайн қойып қоям. Болды. Қолымда ноутбугым бар, ноутбугым ішінде Құранда, хадисті барлығы бар. И бүкіл Сиратул Набавиді, яғни Мұхаммедтің өмірбаяны да бар. И қолым телефонды бір жағына қойып қоям, онлайн эфир өткізіп. Менмін деген шығам деген молдаңды алып кел. Айт, Қайратты, мына молда семен шығатты. Дәл мынау шариғатты білет, шариғатменен, Құранменен мына жерде өмірбаяны білет, әкелді шығам деп. Мен шығам. Мен сізге таңғалып отырмын. Көп адам, мына осы топтағылардың көбісі давай кездесейік десең, бәрі қашады содан ше. Менің бетім де ашық, суретім де ашық, бәрі жерде айт, мен шақыр, жүр де, центральный мешітке барайық, Астанаға де, Алматыға де, қайсысына десе жүр. Мен бірақ условиям бар. Онлайн эфир ашам, запись жүргіземін. Болды. Де шақырыңыздар. Қайреке, армысыңдар, қош келдіңдер ағайындар. Қайреке, бір сұрақ, рахмет деген сөзді қолданбайсыздар сосын, иә? Мынау сөйлей береді, мұсылман бауырымыз сөйлей береді. Бір айтып жерсем, Фатима ханым, рұқсат па? Фатима ханым, сізге өте ризамын. Сіздің эфиріңізді тыңдап жатырмын, өйткені сіз өте батырсыз қазақтың. Өйткені басыңыздан өткеннің бәрін айтып жатырсыз, нақты, ешкімнен қорықпай. Осы жолыңыздан тайынбаңыз, өйткені ислам дінінде болған адамсыз. Бағана 12 жаста намаз оқыдым. Бәрін көрдіңіз ғой енді. Ол ақиқатты айтқан ешкімге ұнамайды. Ол ақиқат барлық жерде жеңеді. Одан кейін міне бауырымыз Қайрекен бәрін нақты. Тұра тұрыңыз, сіз берген жоқпын. Тұра тұрыңыз. Бір минут мен шығып кетемін. Тұра тұрыңыз, сіз минутыңызды Алладан сұраңыз, тоқтаңыз. Мен сөйлеп жатқан кезде бөлмеңіз. Міне Қайреке бауырымыз нақты хадис немен бәрін нақтылап тұрып айтып жатыр мұсылмандарға. Естіп жүрміз. Ешқайсы соған жауабы да жоқ, әйтеуір айналдырып келеді. Мен бір нәрсе айтайын деген, мұнда 800-ден астам адам отыр екен, оның ішінде мұсылман да бар, бірақ бәріміз қазақпыз ғой, қазақ болғаннан кейін
менің бір айтып кететінім, мысалы қазіргі жастар тыңдап отырса, жастарымыз қазір мешітке барып неке қидырып жатыр. Оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені мешітке барған кезде нені тілейді? Мұхаммедтің жолы мен Айшаның жолын тілейді. Біз ол нәрсеге біз қажеті жоқ. Өйткені баяғыда ата бабамыз, мысалы біз өзіміз көзіміз көріп өсті ғой. Үлкеннен бата алатынбыз. Әулеттің үлкеніне бата беретін, үлкен аналарымыз бата беретін. Неке қиған кезде. Соған қайтадан оралуымыз керек. Одан кейін жастарға қазір айтатыным, мысалы қазір қарасаңыз, көптеген университеттер ашылып жатыр қазір Қазақстанда. Мысалы Астанада Кардиф ашылып жатыр, MIT ашылып жатыр қазір, Массачусетский технологический институт ашылып жатыр. Мына қазіргі біздегі ғаламтор дейді ғой, интернет ең алғаш ойлап тапқан сол жерде шыққан оқушылар, оқыған. Вот солардың бәрі Қазақстанға келіп жатыр. Соған қарай бет алысуымыз керек. Өйткені мына білім министрлігі жақсы жобалар жасап жатыр. Соған қарай бет бұруымыз керек біздің. Менің ойым сол, айтып кететінім. Сол үшін қазір жастар білімге қарай ұмтылсын. Мына 7-ші ғасырдағы болған оқиғалардың қажеті түкке қажеті жоқ. Рахмет тыңдағаныңызға. Қайреке, алғыс сіздерге. Вот қазақ көздерін ашып жатсыздар ғой. Рахмет. Жақсы, аман болыңыздар. Мынандай ғой енді, жардың басындағы жантақты жанынан безген түйе жейді деген. Бұл қазақтың сөзі. Жардың басында тұрған жантақты жанынан безген түйе жейді дейді. Біз, мен болсын, Ысқақ болсын, Маклауд болсын, басқа жігіттер болсын, кім академик болсын, Абадан болсын, біз осының жерде жардың басындағы жантақты жанымыздан безіп, шығып жеп отырмыз. Не үшін? Біз қазақ болайық, айналайындар. Біз қазақтың салтын, дәстүрін, болмысын сақтайық. Біз қайдан түстік? Біз аспаннан салбырап түскен жоқпыз. Біз де осы қоғамда сіздермен бізге өсіп жетілдік, бірге өстік, бірге жетілдік. Біз де мұсылман болдық. Бірақ сол мұсылмандықта жүргенде бізге ешкім айтқан жоқ. Мынау осы Құранды қазақша оқыңдар деп. Біз осы Құранды қазақша оқыдық, көзіміз жетіп, ашылып, содан кейін өзіміздің қазақтарымыз үшін жан пида дедік. Айналайын қазақтар, өздерің құдайларың бар, өздерің тұнып тұрған салтың бар, дәстүрің бар, моралің бар, тәрбиең бар, мінезің бар, құлқың бар. Керек десе батырлығың бар, жетеді. Қайрат аға айтсын. Анау айдалада арапта өмірің бойынша тапқан айта салайыншы, өзі бір 2 минутқа кіруім. Армысыңдар жалпы ағайындар? Сол біздер 2 минутқа күтіп отырмыз. Мынау Фатима ханым мен Қазақстанда туылып, Қазақстанда медреседе оқыды деп бір қате видео шығарып қоймын, содан кешірім сұраймын сізден. Менің қателік білмей жатып шығарып қойыппын. Айып етпеңіз, егер көріп жатсаңыз, онда шын ниетпен кешірім сұраймын. Бірінші айтайын дегенім. Екінші айтайын дегенім, барлықтарыңа алғыс. Көп жасаңыздар, мың жасаңыздар ұрпақтарыңызбен. Үшінші бір өтінішім, мына бүкіл қазақтар тыңдап отқан. Кәдімгі қазақи рәсім мен жерлеуді бастау керек. Ең главный сол. Қазақи 3 күн күтіп. Өлімде нең бар, сұлтан бауырым ау? Жоқ, содан бастамай болмайды негізі. Одан кейін тағы да, осы енді айтайын деген жалпы тағы да кешірім сұраймын, Фатима ханым. Менің шығарған видеом тарап кетті енді. Оны қайтарамаймын енді. Мен де айтайыншы, сіздердің қастарыңызда жаңа Қайрат аға күшті айтты ғой. Маған қаншама адам, Фатима, сен өз басында неге тігіп жатсың, басың жарылып, енді ғана неден шығып жатқан кезде тағы да. Мысалы мен шықтым, түрім, ештеңе видеом таратам деген кісілер тарата беріңдер дегім. Жаңа кісілер мына жерде тыңдап отқан дос, қазақпыз, бауырымыз деп айтты ғой жаңа. Аға, іні, әпке, құрдас, сіңлі, барлықтарыңызға айтарым. Мен не үшін өстіп шығып айтып жатырмын? Себебі мен мынадан көрдім, көрмегенді көрдім. Мен сол жерде жүргенде 20 жылда өзіме 3 рет қол жұмсаған адаммын. 3 рет қол жұмсадым, мен тойдым, өмір маған керек болмады. Және мен сияқты да қаншама адам болған болуы мүмкін. Қайрат аға айтып отыр ғой, ешбір адам жақсы болса басын пәлекетке тігіп сіздердің алдарыңызға шықпайды. Басын тігіп айтады, жаңа іші қан жылап, адам уланып, не істейтін білмейді, жан-жағыңа қарайсың, не істей аласың, ештеңе. Мен бір қызға айтам, айналма 2 қызға, мен не үшін тиктокқа шықтым? Өйткені тиктокта мінекей
қазір 700-800 адам көріп отыр, ертең миллион адам көреді, 3 миллион, 4 миллион. Сол үшін сіздер де таратып жүрек басып отырыңыздар. Рахмет, алғыс сіздерге де. Иә, мынау енді жаңағы осынша адам келіп жатыр ғой, біліп жатыр, бұл кім, бұл қай қыз деп, әйтеуір енді жан жақтан айтылып жатқан, енді білмеймін, енді сөзді кигізді нақты дұрыс айтқан жақсы көремін да. Дөртуыл ағамызға келіп қош келіп отырса. Мына қарындасымыз Иранда туған, 9 жасына шейін Иранда тұрып, сосын кейін Ауғанстан арқылы Қазақстанға көшіп келіп, Шымкентте Тассайда 4-ші классқа дейін оқып, одан кейін қалғанын медресе бітіріп, 3-4 жыл Саудияда тұрып келген, арабшасы сен мен біздің отырған қазақшамыздай. Содан кейін қазіргі таңда араб дінін тастап, қазақтың өзінің салты, дәстүрі, қазақтың өзінің жолымен жүруге осыны бастап, осындай қателіктер бар екенін айтып отыр. Мынау Дөртуыл Шоқан ағамыз келіп жатыр екен. Қош келдіңіз, Дөртуыл. Қайрат ежем бірдеңе армысыңдар, бармысыңдар әлеумет. Мына Фатима қарындасымызға үлкен көп алғыс, мың алғыс. Бұл енді батыр адамдардың қолынан ғана келетін жұмыс деп санаймын. Фейк аккаунттың артында отырып алып, жаңағы аузына келгенде көкіген бір бөлек, бетті ашып тастап, ашық айту деген ол батырлыққа тән іс-қимыл. Сондықтан да айналайын неше күн видеоңды көрдім, қарадым, не деген мықты, не деген батыр қыз деп өзім нағыз біздің қарындасымыз екен деп ойлап, сол бір эфиріңе кірейін деп өзім ойлағам. Және Қайреке, саған алғыс эфирге кіргізгенің үшін. Енді шындығын айтса, осы міне Абадан бар, Сайкүйі бар, Қайрекең бар, енді мен бармын, осы бір 15 жігіт қой. Мынау мыңдаған адамдарға атпор беріп, осылардың жаңағы өтіріктерін бәрін судың бетіне шығарғандай қылып, біз алысып жүрміз. Біз басымызды бәйгеге тіккен адамдармыз. Біз өзіміздің жағдайымыз жақсы. Біздің материалды, рухани жағдайларымыз жақсы. Бірақ біз не үшін искавать етіп отырмыз? Біз ел үшін, қазақ үшін, қазақтың болашағы үшін, ұрпағы үшін искавать еттік. Бетімізді ашып тастап, қағбасында, басқасында, намазында, түгелінде айтып жатырмыз. Енді бұл мыңдаған, мұсылман жолын таңдаған мыңдаған адамдардың, оның ішінде жаңағы өздері академик, ғалым, доктор, басқа санайтын адамдар, уағызшы жаңағы ұстаздары бар, жай қарапайым тыңдарман мұсылмандар бар. Бәрінің осы 15 жігітке неге қарсы атпор бере алмай жатыр? Неге бұлар жеңіс үстінде, неге олар жеңіліс үстінде дегенді айтайықшы бір ауыз сөзбен. Өйткені Құран жалған. Құранның аяттары ертегі. Ол қазаққа түспеген, қазаққа ошы қатысы жоқ нәрсе. Ал енді мынау қазақтың түркілердің сөзінің араб сөздерімен алмасып кету себебі 600-700 Осман империясының астында жатты ғой арабтар дінімен қосып. Ал енді сол кезде мына түркілердің сөзі енді. Әйтпесе, осы кейбіреу тыңдап отырсаң, ана сөз қазақтың, ана сөз арабтікі, мына сөз арабтікі. Тіпті қазақ бұрын сөз сөйлемей, тек ымдасып қана өмір сүрген адамдар секілді болып көрсетеді де ол. Ал надан адамдар соған сенеді. Сондықтан да жаңа мына бір сөз айтып қалды ғой Қайреке, мынау жаназа мәселесін действительно мынау тәңірлік жолменен, оның үстінде қосымша жаңа шежіре түгендеу қолға алу керек. Жаназа деген жанға аза айту. Ал енді мынау арабшасы мұсылмандардың ол ас-салат дейді. Ол ас-салат деген білесің Қайреке саған үйрететін емес. Бұл өлген мұсылманның оқымай қалған, оқып үлгермеген намазын жамағат болып атқару болды. Ешқандай ғылыммен сәйкес келмейді. Адам ол биологиялық өлім бе, клиникалық өлім бе, то есть уақытша өлім бе, олар разбираться етіп жатпайды. Олар демі таусылды, болды апарып көме салады. Ол күн батқанға дейін апарып көмсе болды. Бір намаз бен бір намаздың ортасында олар көме береді. Бұл деген ғылымға ешқандай сәйкес емес. Ал енді шежіре түгендеу деген қандай? Шежіре түгендеу деген ол өлген адамның тірісінде жасаған жақсылығы мен жамандығын қоса айту. Ол өлген адамға бәрібір. Біз сол өлген адамның үстінде тіріні тәрбиелеуіміз керек. Сол өлген адамның жіберген қателіктерін тірілер қайталамау керек.
жақсылығын қайталау керек, жамандығын қайталамау керек. Біз сол үшін ғана осыны істеуіміз керек. Жаңа мен жаздым ғой жаназа намазындағы жаңағы әйел мен еркекке ешқандай өзгеріссіз мәтіні. Оны қазақша арғы айтады ғой, арабшасы аятты намазды арабша оқыңдар, қазақша. Қазақша оқитын болса, арабша аяттардың қазақша мәтіні адамның күлкісін келтіреді. Адамның күлкісін келтіреді ғой, бұлай шынын айтсаң. Сондықтан да молда уағызшылардың бәрі де ой арабша оқыңдар. Арабшаны екінің бір қазақ түсінбейді, сондықтан ойбай керемет екен деп ойлайды. На самом деле оның қазақшасын аударып мәтінін қарасаңдар, мәтінін адамның күлкісін келтіреді. Сондықтан да ол қазақша оқыма дейді. Сондықтан да енді тағы да алғыс айтамын, қандасым, аман бол, ешкімнен қорықпа. Ешкімнен қорықпа, ешқандай да мойындама. Адам өлтіру деген оңай емес. Өлтіреміз, әйтеміз, бүйтеміз деп айта береді. Ондай бізде Қазақстанда ондай радикалданған қоғам жоқ. Радикалды адамдар айта береді ауызекі сөзді, бүйтеміз, сөйтеміз деп. Осы Қағбан әйелдің жатырына теңеген мен 3 жыл болды ғой. Бір мұсылман келіп маған неге үйттім деген жоқ. Түсіндір ме? Сондықтан да менің сенің батырлығыңа тәнті болғаным міне қайрат, жаңағы ақылтай, мен, сен, мысалы біз бет ашып қойып, ешкімнен қымсынбай, осы барым бар, жоғын жоқ деп айтып отырмыз. Сондықтан да айналайын, ағаларың біз бармыз, сондықтан да ешқандай қысылма, біз всегда қолдаймыз. Біздің зайырлы мемлекеттің заңы бар қолдайтын сені, құзырлы органдар бар қорғайтын сені. Сондықтан да ешқандай радикалдық істерге, радикализмге ешкімді жол бермейді. Қорықпа, ашық айт. Бірақ мен жігіттерге айтамын. Азаматтар, мынау ислами құндылықтар бар ғой, өзінше құндылықтар деп айтады ғой, жаңағы мынау пайғамбарына қатысты, құдайына қатысты, аяттар, хадистерге қатысты бір әжуа, карикатура салып қажет емес. Осы өздерінің аяттары мен хадистерінен ақ мысал келтіріп, соларға қарсы уәж айтса болады. Оны суретін салып, әйтпейді, оны қажет емес жігіттер. Мен сендерге айтатыным осы. Мен үнемі айтамын ғой осыны, мазақ қылмаңдар. Қажет емес ол мазақ қылып. Құранды өртеп, Құранды басқа бір нәрселерге қолданып, қажет емес, ол да бір кітап, оның ішіндегісін оқу керек. Ал енді қоғамға айтарым, мынау құмалақшы, ойбай Құранмен емдеймін, басқамен емдеймін, карташамын, жұлдызнамашы дегендерге сенудің қажет жоқ. Адам өзіне сену керек. Бір адам бір құдай ғой, болды. Адам өзі құдай, адамның құдай ішінде болу керек. Қоғам осы. Ал енді Фатима ханым, мынау адамдар айтып жатыр ғой, мысалы мына мұсылмандар айтады, сен ғылыммен өзің айланыса берсеңші, бізде нең бар дейді. Бұл сөз қате сөз. Менің айтатыным, айналайын мұсылмандар, сол ғалым сенің балаң болуы мүмкін. Сенің балаң жаңалық ашып, адамзаттың өмірін жеңілдетсе, аурулардың емін тапса, генетикалық аурулардың, сондай бір ғалым болса, біз соның қызығын неге көрмейміз, сен балаңды неге қараңғы дінге сүйрей бересің, сен ғылымға неге итермелемейсің, оны деп айтамыз. Олар түсінбейді, олар сен өзің ғылыммен айланыса берсе, бізде нең бар дейді. Олар мыңдаған адам ғой. Сондықтан да біз жаңағы ғылымға қарай бейімдегіміз келеді. Енді былай ойлап қарасаң, қысқарта салайын сөзімді, мұнайдың қоры Қазақстанда 44 жылдың мұнайдың қоры қалды. 44 жыл болды. Газдың қоры одан бері алтын, күмісің, ураның басқаның қолында болды. Енді 35-40 жылдан кейін біз қалай өмір сүреміз? Қалай өмір сүреміз? Соны ойлау керек. Дін жақсы болса, дін ұрпаққа ұшырса, 1450 жыл болды ғой міне. Наоборот, дінге кеткен елдердің жаңағы технологиясы дамыған жоқ. Өзі 460 миллион араб мұсылманы бір-бірімен төбелесіп отыр. 70 шағымға бөліп. Енді ол жақсы болса, бір Израиль, 7 миллион Израиль армиясына, халқына 460 миллион араб мұсылманы атпор бере алмай отыр. Сондықтан да алғыс бәріңе, рахмет бәріңе, эфирге қосқандарың ақ қайреке, еңбегің жемісті болсын. Алға. Кішкене отыра тұрасыз ба? Мына жаңағы сіздің айтқан сөздеріңізге дәлел ретінде кім? Фатима, мына жерде осынша адам отыр ғой, енді тыңдап отырғанда айта кетейін. Мынау Құранда мынандай бір сүре бар. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim.
تبات يدا بالحب والتب معنا هم الهم كثب صياص لنا ذات الحب امرأته حمالة الخطب في جد حبل من مسد صدق الله العظيم سبحانك ربك رب العزة ما يصفون деп амин дейді. Осы сүренің мынау қайтыс болған кезде өлген адам басына сіздің жаназаңызда оқылып қалуы мүмкін. Бұл сүренің қазақшасы мынау тұр. Құранда Таббат сүресі. Қазақша былай оқылады. Қазақша қырағатпен да көріп аңдар. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әбу Лахабтың екі қолы құрысын, бірдей құриды да. Мал дүниесімен бар тапқан, таянған оған пайда берілмейді. Таяуда жанып шызғырлы үшін жалын атқан отқа кіреді. Оның қатыны сол отқа отын тасиды. Әбу Лахабтың мойнына арқан салып сүйреп кіргіземіз. Садақаллаху лазим. Ал әмин деңдер. Мынау Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның, сахабалардың, әулие әмбелердің, теби табайындардың, солардың рухтарына, мынау Мұхаммедтің көкесі Әбу Лахабқа айтқан қарғыстары солардың рухтарына тие берсін. Ла илаха иллалла Мұхаммед Расулалла деген бүкіл мұсылмандардың әруағына тие берсін. Мынау Алла тағаланың осы сүресінен келген бүкіл сауаптар. Ал ағайындар, бір қазақтың басына барып қарғыс айтпайды. Мынау Құранда тұрған, мынау сүре. Міне мынау Құран кітабы. Сенбесеңдер. Бұл жаңағы жаназа оқиғасына байланысты Нұржан ағамыздың айтқанына айтып отырған. Ал енді жаназаны қазақтың салтымен, дәстүрімен, шежіресін түгендеп істеген жаман жақсылығын айтады. Ал енді мынандай нәрсе бар. Сіздер өздеріңіз көргенсіздер ме, білесіздер ме? Жаңағы айтып атқан, мынау Қағбадағы құбыла деген, осы жаңағы Қағба деген 4 бұрышты ғимарат. Мынау бұрышында тұрған кибелі, мынау құбыла дейді қазақшасы. Ал оның ішінде тұрған кусок қаратас. Бұл қайдан келді, неден келді? Мынау тұр ғой енді, білесіз, міне осылай қылып жағалап, аймалап сүйет. Мынау әйелдің жатыры, әйелдің күн тимесі деген осы. Ал сендерге мынаны көрсетейін. Мынау кибеле деген құдай, құдайлардың анасы. Соның мінекей жатыры мынау. Мынау жатыры кибеле. Кибеленің жатыры осы. Ал соның ішінде, жаңағы кибеленің жатырының ішінде, жаңағыдай, мынау жаңа кибеле деген құдайының бейнесі, мынау сол бүкіл таяу шығыстың бәрі осы құдайға сенген. Міне, мынау дәу аналық құдай, берекет құдайы осы құдайға сенген. Мынау кибеле. Кибеле деген құбыла деген осы. Осының қанша жаңағы сүт бездері бар, органдары бар, басқасы бар. Әйтеуір осының жатырының айналасына сеніп, міне. Мынау соның қойып суретін осы ішіне тас қойып, оның ішінде тасты, домалақ тастарды қойып, соны аймалап, соны сүйіп жатады. Мына жерде интернетте кибеле және кибеле құдайы десеңіздер, осының барлығы анық, айдан анық. Нұрекеңнің айтып отқаны, Дөртуыл ағамыздың айтып отқаны осы. Өткенде эфирде көріп қалсаңыздар, анау тұрған, түнекеден тұрған, Қағбадағы тұрған, ол әйелдің жатыры ғой деп отырған әңгіме осыдан шыққан. Осыны біліп алыңыздар да. Міне мынау кибеле деген құдай, Сибелле дейді, Шилла дейді, соның мынау жатыры. Мынандай болған қаратас ішінде тұрған. Бірақ оны жаңағы карматилер 928 жылы алып кетіп, сөйтіп апарып туалет қылғаннан кейін кусок қойып, кішкентай болып қалған. Мінекей, осы тарихи шындық, мыналардың бәрі қазылып алынған артефакт. Ешқандай не жоқ. Сендер барасыңдар, ойбай құбылаға апарам, атамды апарам, анамды апарам, сол жерге апарам, осы тасты сүйсін деп. Кішкене ойланыңдар да, бұл тарих, бұл факт, бұған ешкім жоқ қыла алмайды. Әйел құдай. Мінекей, алғыс бәріңізге. Осындай бұл ақпараттар оңай ғана табылатын, іздеген адамға білетін ақпараттар еді. Нұреке, Дөртуыл аға келіп, эфирге осындай қыз